Сәлеметсіздер ме, құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Перизат қаланың қарапайым орта отбасынан шыққан қыз. Қанша қаланың қызы болса да, ата-анасының рұқсатынсыз ешқайда аттап баспайтын. Би кешкі серуен дегенді мүлдем білмейді. Тек туған туыстарымен ғана атаулы мейрамдарда шығатын. Тіпті қаланың қай жерінде не барын да білмейтін. Тек өзінің оқу орнына тіке барып тіке келетін. Перизат Шымкент қаласында мейірбике оқуын оқыды. Ол оқып жүрген кезінің өзінде еш қылтыңы-сылтыңы жоқ. Ойында тек оқуымды жақсы аяқтасам деген арман болды. Ол арманында орындалып, мейірбике мамандығын алып шықты. Оқуын тәмамдаған Перизаттың әкесі өзінің әпкесінің үйіне Алматы қаласына жіберді. Ондағысы ел, жер көрсін дегені еді. Перизат Алматыда медицина саласына мейірбике болып жұмысқа тұрды. Бір жыл жұмыс атқарып, Шымкентте қайтқысы келді. Өйткені ешқашан әке-шешесінің қасында шығып көрмеген қыз ата-анасын сағынып, енді көрмей кететіндей болып, оның үстіне енді қайтып өз қаласына жете алмайтындай сезімде болды. Ешкімнің сөзіне де қарамай, әжептәуір жұмысынан шығып өз қаласына кетіп қалды. Аяқ астынан кетіп қалған Перизатқа әпке жездесі жап-жақсы жұмысты тастап кетіп қалғаның не деп ренішін жасыра алмады. Бірақ Перизаттың ойы тек өз үйіне, ата-анасының қасына оралу болатын. Шымкентке келген Перизаттың жолы болып, бұл жақтан да жұмыс табыла қалды. Күнделікті жұмысын істеп жүрген Перизат сымтетік арқылы Есболмен танысты. Есбол Перизаттың танысының жолдасы болатын. Екеуі күнделікті сөйлесіп, сөздері жарасып жүрді. Есбол ол кезде төтенше жағдай министрлігінде жұмыс жасап жүрген болатын. Екеуінің жұмыс орны жақын болғандықтан күнде кездесіп жүретін. Солай бір-біріне бауыр басып кездесіп, бір жылдан кейін отау құрды. Перизатты қолдан ұзатып, той жасап алып кетті. Есбол ауылдан шыққан орта отбасында дүниеге келген жігіт. Отбасында барлығы мұғалім болып жұмыс жасайтын. Перизат мұғалімдер отбасына тұрмысқа шыққанына қуанышты болды. Өйткені балаларым мұндай отбасында дүниеге келсе, білімді, ақылды болады деген ой болды. Перизат келін болып түскенде үйінде енесі және тұрмыстан қайтып келген қайын сіңлісі болды. Кезінде барған жерім керемет болады деген. Енеммен, қайын сіңіліммен сырлас мұңдас боламын деп ойлаған Перизаттың ойы мүлдем қарама-қайшы болып шықты. Өмір болған соң бәрі де болады екен. Перизат келін болып түскеннен енесінің жақтырмағанын бірден сезді. Өйткені бір жылулық танытпай, түсі суық болатын. Басында мүмкін шатасып отырған болармын деп ойлаған Перизат келіндік қызметін атқарып жүре берді. Тұрмысқа шығарда Перизат айлық демалысқа шығып, бір ай ауылда боламыз деп жоспарлап келген болатын. Бір ай ауылда болып, сәлемін салып жүрген Перизатқа енесі тек бірінші күні ғана сәлемін аузын жыбырлатып, ырымын жасағанымен қалған күндері мүлдем көрмегендей алдынан өте шығатын. Енді ғана келін болып түскен Перизатқа бұл жағдайлар оңайға соқпады. Жат жерге келіп, жылулық көрмеген соң өзі де қиналып жүретін. Бірақ Есбол үшін ештеңе демеді. Енесі жақтырмаған соң қайын сіңлісі қайда барсын? Оның да Перизатқа айтары көп еді. Енді ғана түсіп жатқан келінге тарпабас салып отырды. Қит етсе тиісіп шығатын, сөздерімен бір шымшып өтетін, сөздері сүйектен өтетін, күнделікті қайын сіңлісін жұмысқа шайын беріп шығарып салып жүретін жеңгесінің қадірін білмей, уақытлы келсе тиісіп қалушы еді. Бүгін де сол әдетіне басып, анасына жеңгесін жамандап отыр. Өзі ұрыс тілегендей ойлайтыны тек ұйқы, таңғы 10-да тұрып, кешкі 8-де жатады. Келін деген ерте тұрмай ма дейді. Мұнысын естіген Перизат ренжіп қалды. Мұнысы нес? Күнделікті шай тамағын уақытлы беріп шығарып жатқан жоқпын ба дейді. Бірақ не болса да іштей тынып, енді ғана түскен келін тағы үндемей қалды. Сол кездерде жолдасы Елдостың жұмысы қысқарып, жұмыстан шығып қалды. Бұрындары мұғалім болып бір жыл жұмыс жасап, біреумен ерегісіп жұмыстан шығып кеткенге ұқсайды. Содан кейін қалаға барып, төтенше жағдайлар министрлігіне кірген еді. Енді міне одан да шығып отыр. Сол шыққанын тағы Перизаттан көріп отыр. Келіннің аяғынан деген құт алып келмеді. Келгеннен ағам жұмыстан айырылып қалды деп тағы кінәлады. Онысында майда-шүйде әңгімесімен күнделікті тиісетінін шығарды. Әрең шыдап жүрген Перизат айлық демалыста біте салып, қалаға жолдасы екеуі пәтер жалдап тұрды.
Енесі еншісін бергендей болып шығарып салды, бірақ Перизатқа өзінің артынан келген көрпе төсегін бермеді. Үйдегі ескі құсқыны көрпелерді бере салды. Мейлі деп онысына да көніп, бақытты күндерін кеше берді. Көп ұзамай Перизат жүкті болды. Жүкті болғаннан бастап Перизат күнде бір түсті көретін болды. Жардан құлап бара жатқандай сезілетін. Жерде жатса да аяғы сілтілеп жататын болды. Ол кезде бір дем салдырып жіберу ойында да болмады. Түнде қорқып шыққанымен бәрібір бұл кез Перизаттың бақытты кездері еді. Өйткені жолдасы қасында өзімен өзі емін-еркін өмір сүрді. Күнделікті жұмысына барып келіп жүрді. Ал Есбол ағасының қасында базарға саудаға шықты. Үйде жай жатқанша бір нәрсемен айналысайын деп шешті. Соңғы кезде Перизат өзінің түсінен қорқып жүрді. Неге екен бұл түсті көре беремін, маған босанғанда бір жағдай болып қалмай ма дейтін ойланумен басы ауырып кететін болды. Ақыры ішіне жасыра алмай онысын Есболға айтты. Есбол, уайымдама, барлығы жақсы болады деп Перизаттың күдігін сейілтетіндей деп жақсы білікті дәрігер тауып сөйлесіп қойды. Перизат айы күтіп, күні жетіп, аман-есен қызды босанады. Сосын енесі Қарасар деген үмітпен Перизат ауылға барды. Есбол қалада саудасына қалып, жұмысын жалғастыра берді. Енді екеуі екі жақта бөлек жүрді. Басында апта сайын Есбол демалысқа келіп жүрді. Кейін анасы апта сайын неге келе бересің? Ақша құртып 2 аптада бір келесің деген соң, анасының айтқанын тыңдап, 2 аптада келетінді шығарды. Перизат ауылда қызымен жалғыз қалғандай жүрді. Жаны ашыған бір адам жоқ. Қайын сіңлісі бұл келгеннен бұрынғы әдетіне басты. Жеңгесіне көмектесудің орнына жұмыс жасасын дегендей әдейі бәрін бүлдіріп жүрді. Не өзінің жатқан жерін жинамайды, жинап қойған үйді шашып, перделерін сырғытып алып тастайтын болды. Болмаса даланы сыпырып қойса, барып шемішке шашып кететін болды. 1 сағат 1 минут демалсын дегендей, оған қосылып, сол ауылда тұратын қайын бике де қосылды. Бір ауылда тұрғандықтан күнде осы үйде болды. Айтатындары өсек, анасына келінді жамандап отырады. Қойыңдар деген ене болмады. Қайта олармен қосылып, ене де күн бермеді. Не нәрсе болмасын, тырнақ астынан кіріздеп отыратын жағдайға жетті. 2 аптада бір келетін Есбол қызына су өткізбейтін жөргек, яғни памперс алып келсе, оған да сөйлейтін. Есбол кетісі мен жөргектерін алып қоятын. Айтатыны сенікі рахат екен, Есболдың ақшасын құртып отырасың, үйде дым бітірмейсің, қолыңмен жу дейтін болды. Қайын сіңлісінің мінезіне шек жоқ еді. Ыстық шай демдеп апарса, оны да суып қалды деп біресе кесірленіп, ішпей бірсе оны да төңкеріп тастайтын болды. Қайта ыдысты алып кел деп дастархан басында отырғызбайтын. Сыртты басып келген аяқ киіммен төрге шығып, тағы отыратынды да шығарды. Не болса да қайын сіңлісі тыныш болсын деп, күнде киімін дайындап, жуып, үтіктеп беріп жүрді. Өзі енді ғана босанған Перизат емізулі болған соң қарны ашып жүретін болды. Енесіне не тамақ жемейсің, тамақ жасамайсың деп сұраса, сөйлеп кететін. Қайдағы тамақ, жаңа ғана жедік, істеме дейтін. Перизаттың қарны ашып іштері қабысып қалатын жағдайға жетті. Не жартып тамақ, не шай ішкізбейтін. Қарны ашып қызын да жөнді емзе алмайтын болды. Қарны тоймаған қызы бір аптада бір рет үлкен дәретке баратын. Оның өзінде іші қатып, клизма жасап шығарып алатын болды. Осы жылдары Есболдың жұмысы жақсы жүріп жатты. Үйіндегілер мал алып, қой тапқан ақшаңа қараймыз деп 10 қара мал алғызды. Бірақ қараған олар емес, Перизат болды. Есбол малдарды ауылға апарып Перизатқа тапсырды. Қалай қарау екенін үйретіп айтып кетті. Өзіне үйдің шаруасы аз да еді. Енді сырттың жұмысы да басталды. Қаладан шыққан қыз келешекте керек болады, балаларының болашағы үшін деп оған да көнді. Біресе үйге, біресе далаға жүгіріп күні қалай өтіп кететінін білмейтін. Ол кезде ауылда су тапшы болатын. Төмен жақта абысыны тұратын. Суды сол жақтан тасып жүрді. Бір барғанда 10 рет алып келетін. Ол кезде де енесі сөйлейтін. Мені суға тұншықтырып өлтірейін дедің бе? дейтін. Бұл сөзге де мән бермей жүре берді. Күйбең ауылдың тіршілігімен 2 жылдың қалай өтіп кеткенін де білмей қалды. Бұл уақытта қызы 2 жасқа толған. Есболға бір келгенде анасы, қарындасы, әпкесі бәрі жабылып, ана елден ажырас деді. Туып бергені бір ғана қыз.
енді тумайды дейді. Бірақ Есбол көтереді ғой, не қыламын ажырасып, онсыз да ажырасып жатқандар аз емес дейді. Бұлай дегені өзінен басқа ағаларының бәрі ажырасып, екінші, үшінші әйел алған еді. Тек бір әйелмен шектеліп қалғаны осы. Көп ұзамай қайынсіңлісі сол ауылға тұрмысқа шықты. Бірақ тек тұрмысы құрғаны болмаса, осы үйден мүлдем шықпайтын. Өйткені мектеп жақын еді. Келгеннен соң ауылдағы қайынәпкесі де келетін. Бәрінің басы қосылса болғаны шымшып сөйлеп келкелететін болды. Бір күні енесі бесіктің жібін қырқып алып жатқан жерінен Перизат кіріп қалды. Таңырқап қарап қалған Перизат енесіне мұныңыз не? Бесік киелі емес пе? Неге қырқып алдыңыз деп еді. Енесі, не қыласың? Мұңы бәрібір тауып жатқан балаң жоқ қой дейді. Қайын бикең керек болып жатыр екен, ала берсін деп шығып кетті. Неге? Не үшін керек екен болған жайлы айтпады. Күндер өте берді. Баяғы жартас сол жартас ештеңе де өзгермеді. Тек Перизат соңғы уақытта мазасыз күй кешіп жүр. Өзіне не болғанын түсінбей әлек. Әр жері бір ауырады. Жанынан жеп бара жатқан ауру не екенін өзі де түсінбейді. Тек жерге жатып аунай берді. Бір күні қатты ауырып жедел жәрдем шақыртып еді. Қай жерінің ауырып жатыр десе, не айтарын, қай жері ауырып жатқанын айта алмады. Өйткені өзі де түсінбеді қай жері ауырып жатқанын. Тек жанын жеп бара жатқан бір ауру. Айналып келіп цементке аунап жата бергісі келеді. Өзінің әрең сүйреп жүрген Перизат анасын көргісі келді. Мауқын басып қасына жатқысы келді. Енесіне айтайын десе, қорқып әрең дегенде жалынып жүріп, сұранып төркініне жіберуін өтінді. Енесі ешқашан төркінге жібермейтін. Сұранса болды, ұрыс шығаратын. Бірақ бүгін келісім берді. Барғаннан өзі мазасыз қызың әрең көтеріп барды. Не тамақ жөнді ішпейді. Азып, тозып кеткен, құр сүлдері қалған. Қызының мұншалықты әбіржігенін көрген анасы бірінші рет дем салдырып жіберші. Саған не болды? Келгеннен әлі жатырсың. Қай жерің мазалап жүр? Келесі көшеде апа бар. Сол кісіге апарайын деп қызын сүймелдеп ертіп арды. Дем салдырып оқыған еді. Көзі шайдай ашылды. Қайта жан кіріп тірілгендей болды. Сосын бірденен апа сізден сұрайыншы, маған не болып жүр деді. Оқытатын апа саған дуа жасалған деді. Бір рет енем бесіктің жібін қиып алып атқанын көрдім. Оның қатысы бар ма деді. Әрине, саған енді бала сүймесін деп жасалған. Қазір дуаны кері қайтардым. Барған соң көрерсің кімнің жасағанын деді. Көзі ашылып жаны кіріп Перизат ауылына қайтты. Келесі енесі мен қайынсіңлісі екеуі шай ішіп отыр екен. Сәлемін салып амандасып ішке кіріп кетті. Киімін ауыстырып сыртқа шыққаны сол, қайынсіңлісі өзімен өзі ауырып сол жерде дөңбекшіп жата қалды. Біраз тұра алмай жатып, әрең дегенде өзін жинақтап қайта жұмысына кетті. Өзі де түсінбей қалды. Неге аяқ асты ауырғанын. Сол жылы енесі қайынсіңлісінің артынан көрпе төсегін апарамын деп жүрді. Перизаттың анасының қолына тігіс келетін. Сондықтан Перизатқа анаң тігіп берсін көрпесін, сенікін де етіп деді. Оған Перизат қолы тимейді, анамның тіге алмайды деді. Ондағысы не үшін? Анам тігіп беру керек. Маған көрсетпегені жоқ. Өздері тігіп алсын деген ойда болды. Сол сөзі қыздарына жеткен болар. Тігіп бермегеніне қырсығып, сол ауылдағы қайын бике мен қайынсіңлісі келіп Перизаттың көрпелерін қиып кетті. Неге олай жасадыңыз? Жап-жақсы көрпені қиғаныңыз не? Деп еді. Кім қиды? Өзі тозған жыртылады деді. Бұлармен сөз таластырудың мәні жоқ екенін түсінген Перизат қоя қойды. Бірақ ішіне сыймаған көрші келіншекке айтып берді. Көрпемді жыртты, барлығын бірақ мойнымдағы деді. Ішіне толып қалған сырын айтамын деп артынан бесіктің жібімен дуа жасапты деген әңгіме де аузынан шығып кетті. Бірақ бұл сөзі айналып өзіне келетінін білмеді. Ақыры өзіне таяқ болып тиді. Айтылған сөзі қаладағы Есболға дейін жетті. Есбол хабарласып, не деп жүрсің сен? Менің отбасымды дуа кеш деп жүрмісің деп қатты ашуға булықты. Қорыққаннан айтпадым деді деп. Көрші келіншекпен беттестіремін деп шықты. Ақыр соңы Перизатты ортаға салумен аяқталды. Анасын қаладан шақыртып, жаңағы көрші келіншектің енесі келіп, одан қайын бике сіңлісі бәрі жиналды. Айқай шуға ұласып, екі жас ұзақ уақыт сөз таласумен болды.
Перизат үндемеген күйі сүрелерін оқып жылап отыра берді. Не десін, бәрін өзінен көріп отыр. Айтпау керек еді, өзім кінәлімін дейді. Ақталмады да, өйткені бәрібір ешкімді сендіре алмайды. Тек басын көтермей жылап отыра берді. Бір кезде енесі қызыңның қанын тексеру керек. Біздің үйде аппақ ешкім жоқ еді. Бұл сөзі Перизаттың өңімен өтіп кетті. Өйткені бұл отбасындағы жігіттердің бәрі ақ, қыздары қара еді. Қалайша бұлай дейді? Әкесі ақ емес пе? Немересіне күмәнданып маған жала жауып отырма дейді. Бірақ онысын сыртқа шығармады. Бір сөйлесе бұл үйден Есболдан бір жола кететінін біліп отыр. Бұл уақытта Перизат көтерген еді. Амал жоқ, барлығынан кешірім сұрап осы үйде қалды. Күз айлары болатын. Есбол ауылға келді. Бірақ Перизатқа ұзақ уақыт сөйлемеді еді. Жақындамады да. Мұнысы Перизаттың жанына батты. Өйткені осы кезде Есбол үшін жүрген еді. Не керек, уақыт зымырап өте берді. Солай іштеліп жүріп аман есен қыз босанып алды. Ауруханадан үйіне алып ұшып келгені сол, тағы баяғы жартас сол жартас болды. Қайдан жыртылғаны белгісіз, матрас, киім барлығының бір жерлері жыртық болып тұрды. Тағы да көзбен көрмеген соң ештеңе дей алмады. Бөлмесіне әбден өзімен өзі тығылып жылады. Бірақ қанша жыласа да ештеңе өзгермейді. Амал жоқ, сол жыртық киімдерді тігіп, амалдап, ебір-жебір жесірі шығып киіп жүрді. 2015 жылдары бұл уақытта қайын сіңлісі бір ұл босанып алған. Күйеуімен ұрсып келіп қалды. Ондағысы енесінің желкесінен шұлқып, немереңе қарамайсың ба деп айқайға басқан. Мұны білген күйеуі оны әбден ұрып тастаған. Соған шыдамай үйге келіп отыр. Келгеннен тыныш отырмай тағы Есбол екеуін шақыстырып отырды. Ол уақытта Перизаттың үлкен қызы 4-5 жасқа шамасында еді. Әпкесінен қашан қайтасыз, әпше деп еді. Әпкесі айқайға басты. Бұл менің үйім, құрыңдар, кетіңдер, бұл үйден дейді. Қызына айқайлап жатқан соң осы уақытқа дейін үндемеген Перизатта қызын жақтап қайын сіңлі екеуі қатты ұрысты. Айтылмаған сөздері қалмады. Ақыры Перизат қайын сіңлісіне бір емес 2 байға тидің деді. Осы мінезіңмен қайтып келіп отырсың деп еді. Ол да қарап қалмады. Мен 2 байға тисем, сенің қыздарың 10 байға тисін деді. Енесі ортаға түсіп, осы қызды сен дуаладың. Жолдасымен ұрысып жүргенінде сен кінәлісің деді. Бірақ Перизатта қайтпады. Мен дуакеш емеспін. Дуаланса, дуакеш адамның қолы сынсын, инвалид болып қалсын деді. Не керек, сөзден қалыспай осы уақытта дейінгі ішіндегісін бәрін айтты. Бұл кез қыс айы болатын. Соңғы кезде үйдің бітпейтін мәселесімен шаршады ма, Есбол ішіп алатынды шығарды. Ішіп алса Перизатқа қол көтеретін. Бүгін де тағы ішіп келді. Келгеннен қарындасы Перизатқа қарсы қойып үлгірді. Есбол аяғындағын дәу етікпен төппекші болды. Бірақ Перизат қашып далаға шықты. Түнімен жеңіл киіммен үйге кіре алмай, Есбол қашан ұйқыға кеткенше далада күтіп жүрді. Ақыры ұйықтады-ау дегенде кезде ғана үйге кірді. Кіргеннен енесі ұрмайтын еді ғой. Ішсе болды, қашасың да шығасың, отырмайсың ба үйде деп сөйлеп далаға шығып бара жатқан сол аяғы тайып оңбай қалады. Құлаған кезде жамбасы сынып кетіпті. Барлығы улап-шулап жүгіріп енесін қалаға барып ота жасатып күтініп кейін алып келді үйге. Енесі ұзақ уақыт өзіне келгенше қиналды. 2017 жылы Перизаттың қайнағасы тағы да кезекті әйеліне үйленді. Бұл жары Перизатпен жасты еді. Тойларын жақсылап өткізіп алып, олар қайта қалаға кетті. Бұл кезде енесі тәуір болып балдақпен жүретін. Тойды аман-есен өткізіп болған соң бір аптадан кейін төркіндетіп бір күнге Перизат үйіне кетті. Үйіне барғанда кеш болып қалған еді. Арқа-жарқа болып сым-тетікті қуаттандырғанша қойып сол күйі қарамады. Таңертеңгісін қайта жолға шығып үйіне келсе, тосын сый тағы күтіп тұр. Үйінде жаңадан үйленген қайнаға келіншегімен бәрі келіпті. Келгеннен Перизаттың жағасынан алды. Не әйелінің көзінше қоқаңдап тұрғанын, не мінезін көрсеткісі келді ме, әйтеуір дікеңдеп, бері кел, қайда жүрсің? Телефонды өшіріп, біреумен кездесіп келдің бе? Кім біліпті сенің не істеп жүргеніңді? Жүргізсің сен, дейді. Аға, не деп тұрсыз? Ұялмайсыз ба деп іші өксікке толып жылап жіберді. Мұны естіген енесі
осы бәленің даусы жаман деп қасынан өте шықты. Қайнағасы әлі тиісуін қоймай тұр. Мына есік алдына бір шыбық жатпасын, қимылда, ініме сенен де зор қызды алып беремін, деп қақаңдады. Сен сияқты қатын қажет емес деп барлығын көзінше намысына тиетін сөзді айтып жатыр. Оған қасында тұрған келіншегі миығымен күліп, қойсаңызшы деп қояды. Сыртта келіншегінің намысына тиетін сөздер айтылып жатса да, Есбол басқа бауырларымен бірге күліп іште отыра берді. Не керек, қорғаны болғатын ешкімі жоқ. Перизат жылап жүріп, өзі оқытылған апайға хабарласты. Не істесем болады, енді қайттым дейді. Болған жағдайдың барлығын айтып берді. Оған оқытылатын апа, ешқайда кетпе, сен кетсең қуанады. Әдейі сені кетсін деп жасап жатқандары. Сен кетіп қалсаң, Есбол араққа салынып кетеді. Шыда деп жігерлендіріп қойды. Апаны тыңдап, үйге кіріп жатып, бөлмеде отырып тағы жылады. Бұл не өмір, не жаздым, не істеп қойдым соншама, неге бұлай қиындап кетті барлығы дейді. Есболға да қанша жалынды, жүр, кетейікші, қалаға, бөлек тұрайықшы деді. Бірақ Есбол да кетсең кете бер, мен осында қаламын деп кесіп айтты. Амал жоқ, тағы іші өртенгені бара жатыр, шыдауға тура келді. Қайнағасы тағы айқайлайды. Бері кел, шай ғой деді. Амал жоқтан бөлмесінен шығып, шай тамағын істеп берді. Сол күні кете ме деген үміті болып еді, бірақ олар сол жатқаннан 2 күн жатып, сосын бір-ақ кетті. Ортасында осындай айқай-шудың қаншамасы болды. Перизат үйіне кеткен кездері де болды. Бірақ ата-анасы бұл барса ұрсатын, неге келдің? Сені біреу қинап қыста ма? Өзің таңдап жүріп тиген жігітің, енді кімді кінәлайсың? Өз үйіңе бар, балалардан обал, әкесіз өспесін деп қайтадан не шай тамақ ішкізбей кері таксиге салып жіберетін. Содан кейін де Перизат үйіне кеткісі келмей шыдап жүре берді. 2018 жылы енесі қайнапкесінің үйіне барып ауырып қалды. Шілде айы, күн қатты ыстық болатын, инсульт алыпты. Содан енесі жақсы болмады. Ауруханадан ауруханаға жатты. Адам танымастай өзгерді. Кейде тіпті өз жақындарын танымай қалатын болды. Оған да сен дуакеш бәрін құрттың, дуаладың деп тағы да жылап жатты. 2019 жылы емделіп жүріп Перизат ұл босанып алды. 2 қыздан кейін ұлға Есбол қатты қуанды. Бұл уақыттарда да Перизат оқытылып жүріп әрең босанды. Әлсіреп, дел сал болып жатып қалатын. Ондай кезде дереу дем салдырып алатын. Өйткені өзі де қорқатын. Ішінде әрқашан бір қорқыныш жүретін. Балаларым үшін аман-есен жүрсем екен деген. Одан кейін де талай қиындықтар болды. Өмір үшін күресіп келе берді. Сол жылы енесі өмірден өтті. Ол уақытта үйлерінде кішігірім жөндеу жұмыстарын жасап жатқан еді. Уақытша қайнағасының үйіне кеткен болатын. Сол жатқан жан тапсырды. Кетерінде өз үйіне қайтқысы келіпті. Перизатқа барамын, қыздарымды көремін, немелерімді көремін деп армандап кетіпті. Ауырып жатқан кезінде абысыны Перизат келініңіз жаман ба десе, басын шайқап жатып. Мұнысын кейін абысыны айтып берді. Соңғы рет көру енесіне сол күйі бұйырмапты. Бір жағынан Перизаттың да айтқаны болды. Енесінің ауырып нашарлай бастағанда біздің үйден шықпаса екен. Егер менің қолымда жүріп қайтса, қыздар сен өлтірдің деуінен тайынбайды. Маған жала жабады деп қанша тіледі. Тілегі орындалып сол уақытта қайнағасының үйінен шығарылды. Содан енесінің 7-40 барлығын өткізгенше тағы да қыздары тиісіп жүретін. Не керек, бәріне шыдап жүріп 2022 жылы да ұлды босанып алды. Бірақ бұл жолы қанша оқытылып дәрігерге қаралғанымен баласын босанған соң қан кетіп жатырын бірге алып тастады. Ол кезде Перизат қатты қиналды. Бірақ дәрігерлер аман қалғаныңа шүкір, балаң қасыңда, қызың бар, ұлың бар, енді өзіңді ойлап деп жұбатып кетті. Қанша жылағанымен бәрі қайта орнына келмесі анық. Балалары үшін өмір сүруді жалғастыра берді. Қазір Перизаттың өмірі тек қорқынышпен өтіп жатыр. Өзімен өзі жолдасымен бірге бөлек тұрады. Бірақ қалай үйі қайын әпкесі, қайын сіңлісі келсе, ауырып бастайды. Кете салысымен балалармен қосылып, оқытылып, қайта орнына келіп алады. Әбден киімді жыртып, қиып кететінін білетін Перизат
қазір жынды адамдарша өмірін сүріп жатыр. Олар келе жатыр дегеннен барлық киімдерді буып түйіп тығып қоятын болды. Келгеннен жақтырмай отырсың деп тағы шығады. Қазір Есболға киімді жыртып кетеді. Әпкең қарындасың деп сөз айтпайтын болды. Өйткені Есболдан айырып қаламын ба деп қорқады. Мінекей Перизаттың өмірі осылай өтіп жатыр. Менің әңгімем сіздерге қызықты болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.